Гиннес кітабына енген ең кішкентай домбыра. Болатбек Кәрімханұлы жасаған ең кішкентай домбыра Гиннес рекордтар кітабына енген. Оның ұзындығы 4 см 5 мм, ал ені 1 см 4 мм. Бала кезден ағаштан бұйым жасауды жанына серік еткен шебер алғашында рекордтар кітабына ену үшін ең алып домбыраны жасау керек деп шешеді. Бірақ оған қаржының жоқтығы кедергі болып, ең кішкентай домбыраға отырған. Сондай-ақ Болатбек интернеттен іздеп қазақтың ең кішкентай домбырасы жасалмағанын көреді. Шамамен 1 ай уақытта дүниеге келген бұйым ағаштан ойылып жасалған және құлақтары, ішектері, тіпті сырт қабы да бар.